балалар, өткен сабақта біз сендерге қандай мәтін берген балалар? Көктем деген мәтін берген ме? Соны оқып келдіңдер ме балалар? Иә. Кім оқып келді? Тағы мен. Аяна? Аяна. Көктем келді, күн жылынып қалды. Bir жаққа, жылы жақтан құстар қайта бастады. Олардың бәрі бір мезгілде ұшып келмейді. Алдымен ұзақ қарға, олардан кейін қара торғайлар жетеді. Қар еріп болған кезде бозторғайлар ұшып келеді. Өзендердің мұзы ерігенде басқа құстар да келе бастайды. Ал күн жылынғанда бұлбұл мен қарлығаш оралады. Өте тамаша, керемет. Көктем келді, күн жылынып қалды. Біз жаққа, жылы жақтан құстар қайта бастады. Олардың бәрі бір мезгілде ұшып келмейді. Алдымен ұзақ қарға, олардан кейін қара торғайлар жетеді. Қар еріп бастағанда кезде бозторғайлар ұшып келеді. Өзендерде мұз ери бастағанда келеді. Бастайды. Ал күн жылынғанда бұлбұл мен қарлығаш оралады. Керемет. Біз өткен сабаққа тоқталып өттік. Өткен сабақта көктем деген мәтінді берген едім балалар, сендерге. Ал біз мына жерде балалар сендермен өткен сабақта көктем тақырыбында өткенбіз. Bir жылда мезгіл бар, көктем айдары. Мен. Көктем айдары. Наурыз, сәуір, мамыр. Осы үш ай. Ал енді жаз мезгілі нетті? Маусым, шілде, тамыз. Есімде түсті бар. Шығып кетті бар. Өткен сабақ. Bir жылда төрт мезгілді айларға бөлдік. Енді бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз балалар. Сөйлем. Сөйлем дегеніміз балалар, бұл видео құралар балалар, сөздерден құралар. Ал біз сөйлем құрап көрейікші ғана. Сөздерден сөйлем құрап көрейік. Мен біреуін айтамын, қалғандары сендер құрайсың. Неді ма? Мысалы, мен сөйлем құрайын. Мен мектепке келе жатырмын. Ал, енді сіздер құраңдар шыққан. Сөйтіп құрау болады. Ата, мен үйге келдім. Өте тамаша, керемет. Және кім айтты? Мен егін ектім. Өте тамаша, керемет. Және ал енді балалар, бізде балалар осы мына жерде мен қазір осы мына егістік туралы сендерге мен жаңағы нан туралы бүгінгі тақырыбымыз сөйлеммен бірге бірінші жаттығудағы нанды қадірлейік деген тақырып балалар. Содан алды сендерге мен бірінші жұмбақ шешіп үйренеміз балалар. Бәріміз түсіп отырамыз. Ұзын мұртты сарылар қойнында наны бар. Бидай. Және жұмбақ. Енді сендерге емес, мына жағдай бар. Ас атасы не? Нан. Бізде нан туралы бақыңыз балдар. Біздің нанымыз қалай келеді? Қазір дәл осы уақытта көктем мезгілінде біз егістікті қандай егістік егеміз? Мысалы, нанды
қалай келеді? Нанның жолын біз көрсетуіміз керек себебі. Бірінші, мына жерде барлық нелерді егістіктерге балалар келген кезде қазір мен осы нанды қадірлейік деген бір видео бар, соны сендерге көрсетемін. Мен сендерді сұраймын, дейді ма? Бәріміз қараймыз, тыңдап тұрамыз, түзіп отырамыз. Сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз нанды қадірлейік. Сабақтың мақсаты балаларға қасиетті тағамның бірі нан екенін, нанның дастарханға үлкен еңбек нәтижесіне келетінін туралы түсінік беру, нанды қастерлеуге және диқандар еңбегін бағалай білуге тәрбиелеу. Балалар, нан қасиетті тағам. Нанды күнде пайдаланамыз. Әрқашан дастарханда нан тұрады. Дастарханға келетін бір түйір нанға қаншама адамның маңдай терісінеді. Ерте көктемнің келісімен адамдар трактормен жер жыртып, тырмалап, жерге бидай себеді. Оны күтіп баптайды. Егін піскен кезде адамдар оны комбайнмен жинауға кіріседі. Күн демей, түн демей, егін отқанында егін жинаумен болады. Жиналған бидайды орып, тазартып, көлікке салып диірменге апарады. Диірменде бидайдан ұн тартып, оны қаптарға салады. Қапқа салынған ұндарды наубайханаларға алып келеді. Наубайханада оны неше түрлі нандарды пісіріп, оны дүкендерге алып барады. Міне көрдіңдер ме балалар? Нан дастарханға келгенге дейін қаншама еңбек ету керек екен. Сондықтан балалар нанды қастерлеуіміз керек екен. Нан қоқымын шашып, баспау керек екен. Нанды қалай келетінін, біз қазір мына видеосылардан көріп қояды. Енді мен қазір мына жерге екі топқа бергенмін. Осының өздерін клейлеп, қазір жаңа көрдіңдер ғой, қалай келгені, соны өздерін рет-реттермен жабыстырып шығасыңдар. Мына жерде балауса тобының оралған кел. Мынаны мына жерде тұр. Бірінші не қылған? Ол не істеп жатыр? Трактор не қылып жатыр? Жер? Жерді жыртып жатыр. Екінші егіп жатыр. Үшінші теріп жатыр. Орып жатыр. Бидайды. Төртіншісі алып бара жатыр. алып бара жатыр. Елаватында не шығады екен балалар? Оның шығады екен, ә? Кейін нан істеп жатыр. Қараңдар, нан қалай болып келді балалар? Бірден келді алдымызға жоқ. Қанша еңбекпен келді ма? Қанша еңбекпен келді. Өте тамаша. Оралған өте тамаша. Мен мына балауса тобына керемет деген баға қоямын. Яғни бәріміз шапалақтаймыз. Өте тамаша, керемет. Ал екінші балдырған тобы. Балдырған, Ерасыл кел. Ерасыл бізде түсіндіріп береді. Ерасыл, бірінші тракторымыз не қылып жатыр екен? Жерді қазып жатыр. айдап жатыр. Ал екінші тракторымыз оған егіп жатыр. Үшінші комбайнымыз не жасап жатыр? Не істеп жатыр? Теріп жатыр. Орып. Төртінші элеваторға алып келіп жатыр машиналармен, көліктермен. Кейін элеватордан не шығып жатыр енді? Не мынау? Ыдыстың ішінде не шығып жатыр? ұн. Иә, ұннан әртүрлі нандар шығады. Бұл жаққа да балдырған тобына да баға қоямыз. Балдырған тобына
Енді балалар сендермен енді біз және сөз жұмбақ шешу бар. Сөз жұмбақ шешу. Бұнда топпен шешеміз балалар. Енді ма? Қай топ жылдам шешеді екен көре жатамыз. Қазір мен мына топқа көктем деген беремін. Астындасын көре. Иә, сөз жұмбақ. Тоқаш деген сөз. Соны табамыз. Жазыңдар. Ушкамен жазыңдар. Жазыңдар, ушкамен жазыңдар. Болды сол біреу топ. Бәріміз бар. Баратын бәріміз қасында да бар. Жиылатын. Келеміз. Айзере. Иә. Көктем деген сөз жұмбақта бірінші жарық пен жылу көзі. Не? Күн. Ең тәтті жеміс. Өрі. Білім бұлағы. Алдында кітап. Өте тамаша. Әкемнің әкесі. Төрт түлік балдың бірі. Өте тамаша. Көктемнің соңғы айы. Өте тамаша, керемет. Ал енді Айзере. Айзеренікі тоқаш деген сөз жұмбақ екен. Соған бірінші. Дәрі дақыл. Қандай дақыл? Тары. Жер жыртатын құрал. Соқа. Жүнденіп отырамыз. Ал астық кептіретін орын. Қырман. Оқысай балам. Астық боратын мәшине. Комбайн. Нан пісіретін адам. Наубайшы. Ал балалар, керемет. Бұл сөз жұмбақтасында шештіңдер. Бізге балалар, мына жерде жаңағы бірінші мәтін нанды қадірлейік деген видео сабақ көрдік қой балалар, қалай келгенін түсіндік па балалар? Түсіндік. Біз соны жаңағы ортаға топпен қалай келді нан, сол жайында барлығын рет-ретімен тауып бердік балалар. Міне балалар, енді біздің бүгінгі тақырыпқа түсіндік па балалар? Біз бүгін не туралы өттік балалар? Нанды қадірлейік дейді. Нанды қадірлейік деген бірінші жаңағы не? Жаттығу. Осыны жақсылап балалар үйде оқып келеміз. Кейін және осы нан туралы өзіміз үйде бір-бір мақал, бір-бір тиым сөздер жаттап келеміз. Түсінеді ғой, иә? Ал енді осымен, иә, екінші жаттығуды орнын ауыстырып қойған, соны екінші жаттығуды үйге беремін. Үйде жазамыз екінші жаттығуды. Оқуға нанды қадірлейік, бірінші жаттығуды нанды қадірлейік деген мәтінді оқып келеміз. Сонымен бірге бір-бір мақал, бір-бір тиым сөз нан туралы соны жаттап келеміз. Ал жазуға екінші жаттығу. Орынбасар, түсіндіңдер ме? Иә. Нанды қадірлейік деген тақырыпты оқимыз. Ал осы